Ассалаумағалейкум қазақ елі, арнамызға қош келдіңіз. Ақмола облысында электровоз бен автокөлік соқтығысып бір адам көз жұмды. Автокөліктің 32 жастағы жолаушысы оқиға орнында қайтыс болды. Ақмола облысының Есіл ауданында автокөлік пен электровоз соқтығысып бір адам көз жұмды. Тағы бір адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді деп хабарлайды Айқын.кз Қазинформға сілтеме жасап. Ақмола облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, жол көлік оқиғасы 19 қаңтарда Есіл қаласындағы номер 7 агротехникалық колледжінің маңындағы теміржол өткелінде болған. Бұл туралы жедел жәрдем қызметінің диспетчері полицияға хабарлаған. Анықталғандай, Ресей Федерациясының 35 жастағы азаматы басқарған Lexus 300 көлігі реттелмейтін теміржол өткелінен өтпек болған кезде Есіл қаласы бағытында жүріп бара жатқан дрезина электровозымен соқтығысқан. Салдарынан автокөліктің 32 жастағы жолаушысы оқиға орнында көз жұмса, жүргізушісі түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Қазіргі кезде полиция жол көлік оқиғасына байланысты іс қозғап, сотқа дейінгі тергеу шараларын бастап кетті. Оқиғаның мән-жайы анықталуда, деді ведомстводан. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып өтулеріңізді сұраймыз.